Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгін сіздерге 18 жасқа дейінгі ересек балалардың YouTube'дан табыс табу туралы айтатын боламын. Қазіргі кезде 18 жасқа дейінгі мектеп оқушылары өте белсенді осы YouTube'дағы видео түсіру жағынан. Кейбіреулері влог түсіріп жатқан болса, өзінің өмірбаянын немесе күнделікті істеп жатқан жұмыстарын, іс-әрекеттерін, ал кейбір балалар қазіргі кезде PUBG, жаңағы Free Fire немесе басқа да ойындарды, телефон ойындарын YouTube'ға видео түсіріп салып жатады. Егер де олар монетизацияға шығатын болса, жаңағы каналындағы табысты қалай шешеді? Маған Инстаграмда осылай сұрақтар жиі кездеседі. Жасым 14-те немесе 16-та, кейін монетизация қосып жатсам, ақшаны қалай шешемін деп. Егер де сіздің балаңыз YouTube түсіремін деп шешіп Google аккаунт ашып бастайтын болса, осы кеңестерді ескеріңіз. Google аккаунттың ішінде дата рождения, яғни туған күнін осы 2023 жылы 18-ге толады деп көрсетсеңіз де болады, немесе өзіңіздің атыңызға, яғни ата-анасының атына Google аккаунт ашып берген дұрыс болады. Өйткені 18-ге толмаған балаға Google аккаунт өзіне полный право, яғни толық мүмкіндікті ашпайды. Өзінің ата-анасының Google аккаунтына тіркеу керек болады. Былайша айтқан кезде оның барлығы біраз проблема тудыруы мүмкін. Сондықтан да баланың аты жөнін өзінікіндей жазып, және туған күнін осы соңғы 2023 жылда 18 жасқа толды немесе 19 жасқа толды деп көрсетсеңіз де болады. Немесе кез келген үйіңіздегі туысқан ересек адамның атына Google аккаунтты ашып бергеніңіз дұрыс. Ал енді мысалы үшін 14 жастағы баланы алатын болсақ, 14 жастағы бала монетизацияға жетті, монетизацияға қосып жатыр. Қосып жатқан кезде Google AdSense ашу керек болады. Google AdSense дегеніміз ол Google аккаунттан бөлек сол Google аккаунтқа тіркелген, яғни Google AdSense YouTube'дан түсетін кошелек. Былайша айтқан кезде бірінші YouTube'дағы табыс Google AdSense-ке түседі, және AdSense-тен сіздің картаңызға түсіріп отыратын болады. Ал 14 жастағы балаға Google AdSense ашу мүмкіншілігін бермейді. Яғни 18 жастан асу керек болады. Ол үшін былай жасаймыз: Google AdSense ашып жатқан кезде ата-анасының екеуінің біреуінің немесе кез келген ересек ағасының немесе әпкесінің атына Google AdSense-ті ашатын боламыз. Олай да болады, туысқанның атына ашып қойса болады. Себебі жаңа YouTube'дан түскен табысты алу үшін. Және де Google AdSense ашып жатқан адамның мемлекеттік қызметкер болмауы тиіс. Себебі мемлекеттік қызметтер, мысалға мұғалімдер болсын, немесе бір өкіметте акиматта жасайтын адамдар болатын болса, олар өзінің айлықтарынан декларация тапсырады, яғни мемлекетке отчет тапсырады. Ол кезде оның картасына артық ақшалар түсетін болса, ол үшін де жауап беру керек болады. Сол үшін де мемлекеттік қызмет емес, физлицо болғаны дұрыс. Яғни өзі жеке кәсіпкер болса да, немесе жалдамалы жұмысшы болса, сол жарайды. Сол кезде оның картасына түсіп отыратын болады. Осылайша сіз өзіңіздің балаңыздың табысын өзіне сіздің картаңыз арқылы алып беріп отыратын боласыз. Тағы да бір айта кетейін, осы видеоға дейінгі видеоларда айтып жүрдім, мультивалютный карта ашқан дұрыс. Мультивалютный карта болатын болса, сіздің ақшаңыз доллар кейпінде қалатын болады, доллар кейпінде түсетін болады, және егер оған тиіспейтін болсаңыз, доллар өскен кезде онымен бірге өсіп отыратын болады. Ал мультивалютный емес, кәдімгі жай шот болатын болса, дәл сол теңгелей түсіп, теңгелей ғана дәл сол күнгі курспен ғана алатын боласыз. Ал мультивалют картада ол жақта ішіне доллар кейпінде келіп, дәл сол доллар кейпінде жата беретін болады. Тағы да осындай пайдалы ақпараттарға толы видеоларды жібере алмас үшін арнаға тіркеліп алуды және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.